Мемлекеттік қызметкерлер электрондық қызмет түрлерін толық пайдалануына мүмкіндігі бар. Оны қолданудың барлық әдіс-тәсілдері түгел көрсетілген. Бірақ бүгінгі таңда осы жаңашылдықты жүзеге асыруға асыққандар көп емес. Яғни мемлекеттік қызметкерлердің халыққа қызмет көрсету орталығына барып, ісін тындырып жүргендердің статистикасы шығып қойған. Біздің өңірімізде бұл жерде бір озғы тәжірибе қабылданған. Өткен жылдың қараша айында облыс әкімі Түймебаев Жансейіт Қанстұлы сәйкес шешім қабылдап, протоколын рәсімдеп, тікелей қызметшілерге тапсырма жүрген. Енді осыдан бастап бірте-бірте облыстағы қызметшілер, мемлекеттік қызметшілер, олар өзінен бастап дегендей электрондық түрінде алуға мүмкіндігі бар қызмет көрсетулерді тек қана компьютер арқылы алу керек. Төле би, Бәйдібек би, Сайрам, Қазғұрт, Шардара мен Арыс аудандарында мемлекеттік қызметкерлердің халыққа қызмет көрсету орталығына жүгінгендері анықталған. Атап айтқанда, бір ғана Бәйдібек би ауданында 36 бірдей мемлекеттік қызметкер өзіне берілген техникалық мүмкіндіктерді пайдалануға ықылас танытпаған. Айтыңыз сөздеріңізді. Себептерін айтыңыздар маған. Қазір жойылды, болмайды деп ол белгілі оны айтатындарыңыз. Мен құртмайды істедім. Ал себебі неден? Неге жұмыс жүргізілмейді қызметшілердің? Мынау қазір 36 адам. Бұның 36 адам үшін 4-еуі бізде жұмыс істемейді, мүлдем. Қалған 32 адамның бұл 2018 жылдың 1-90-ында пайдаланған. 1-90-ында пайдаланған кезде, мынау жаңа декларация тапсыратын кезде, бірыңғай зейнетақы қорынан жаңағы өзінің зейнетақы туралы мәліметін алатын кезде, ол мынау ЕГОФ сайтынан бұл кезде істемейтін тұғын. Мемлекеттік қызметтерді жұмыс орнынан шықпай-ақ 10 минут ішінде алу қызметкер үшін тиімді. Осыған орай цифрлы Қазақстан бағдарламасының дамуына ықпал етуге әрқашанда дайынбыз дейді Сайрам ауданынан келген маман. Цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясында барлық мемлекеттік қызметшілер электронды цифрлы қолтаңбасын алу қажеттілігі болатын болса, бүгінгі таңда осы департамент тарапынан барлық мемлекеттік қызметшілер 100% көлемінде алсын деп тапсырма беріп отыр. Оның ішінде сонымен қатар департаментпен мынау цифрлы қолтаңбасыз бір реттік ЭЦП пароль арқылы алу жөнінде де түсіндірілді. Мен ойлаймын, осы өткізіп отқан семинар барлық мемлекеттік қызметшілер өте тиімді. Берілген мүмкіндіктерді пайдаланбай, аталған жайттар тағы да қайталанған жағдайда мемлекеттік қызметкердің олқылығы әдеп кеңесінде талқыға салынатындығы ескертілді. Шара елбасының 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың мүмкіндіктері атты жолдауында айтылған мемлекеттік қызмет көрсетуді оңтайландыру бойынша қойылған жаңа міндеттерді орындау мақсатында өткізіліп отыр. Нұрзина Төреханова, Антон Семенов, ТВК телеарнасы.